Ел арасында хит болған шейн мускат жүзімі денсаулыққа зиян ба? Қазақстанға келіп жатқан жемістің бәрі бір елден шыққан өнім емес. Маклюбені жеп тәттіге малынған құлпынайдан дәм таттық. Артын ұзартпай дубайлық шоколад шығып, одан да ауыз тиді. Қысқасы, трендке шыққан әр тағамнан ақшаны айып жатқан жоқпыз. Ендігі кезек шейн мускатқа жетті. Түсінікті тілмен айтқанда ол сүйегі жоқ жүзім. Сарапшылар еттенде қымбат тауардың зиян екенін айтып, дабыл қағып жатыр. Сонымен қазір желіде трендке айналған Дубай шоколадының дәуірі өтті. Қазір жұрттың назары шейн мускат жүзіміне ауған. Соңғы 2 аптада сүйегі жоқ жүзімге сұраныс күрт артқан. Бір үзімі 20 000 теңгеге дейін барады. Тұрғындардың дәмін татқан тауар туралы ойы әртүрлі. Бірі мақтаса, енді бірі бағасына сай емес дейді. Олай айтуына себеп бар. Өйткені елге келіп жатқан жемістің бәрі бір елден шыққан өнім емес. Жүзім экспортымен жапондықтардан бастап, корейліктер мен қытайлар айналысады. Біздің елге қандайда бір өнім келсе, тексерістен өтеді. Мәселен, жүзім келді делік. Біздің министрліктегі инспекторлар оны бірнеше тексерістен өткізеді. Егер қажет болса, лабораториялық зерттеуде жүргізіледі. Хит жүзімнің зиян екенін сарапшылар айтып жүр. Таиландтықтар арнайы зерттеуде жүргізген. Ішінде улы хлорпирифос бар екені анықталыпты. Сөйтіп, олар сатылымнан бірден алып тастаған. Тек 9 үлгі Қытайдан әкелінген деп анықталды. Ал қалған 15 үлгінің шыққан елін анықтау мүмкін болмады. Құрамынан 14 түрлі зиянды химиялық зат қалдықтары, 50 пестицид, соның ішінде триасульфурон, цифлуметафен, тетраконазол және флудиоксанил сияқты 22 химиялық зат табылған. Елдегі дәрігерлер хит жүзімді тұтынып, ауруханаға түскен тұрғындар жоқ дейді. Десе де кез келген өнімді зерттеп барып алуға кеңес береді. Өзіміз ойлануымыз керек. Бұл денсаулыққа қалай әсер етеді, зияны жоқ па деп зерттеу маңызды. Әркім өз-өзіне жауапты екенін ұмытпаған абзал. Бағасы қымбат жемістің өзге жүзімнен айырмашылығы жоқ дейді желідегілер. Тек бағасы еттен қымбат демесең, аса айырмашылығы байқалмайды. Әрине, тренд өнімді тұтыну-тұтынбау өзіңізге байланысты. Тек сапасына үңілуді ұмытпаған жөн.